Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жер ғаламшарының пайда болуы, жердің құрылысы мен құрамы. Жер ғаламшарының пайда болуы туралы түсіну, жердің құрылысы мен құрамын анықтау. Яғни қазіргі кезде ғалымдардың арасында жер ғаламшарының пайда болуы туралы нақты бір тоқталымға келмеген пікір, ең негізгі пікірлердің бірі космогониялық пікірге тоқталайық. Космогониялық пікір бойынша жердің жасалғы уақыты осыдан 4,5-5 миллиард жыл бұрын ғарышта түрлі шаң-тозаңдардың химиялық әрекеттесуі нәтижесінде жер ғаламшары пайда болған деген пікірге тоқталады. Жер ғаламшарының жасалуына кеткен уақытты екіге бөліп қарастырамыз. Бірінші планетарлық уақыт және геологиялық уақыт деп екіге бөліп қарастырамыз. Жердің жасын есептеу үшін бізде ғылымда геохронологиялық кесте қолданылады. Геохронология, яғни гео-жер, хронос уақыт, логос ғылым деген сөзден құралған. Геохронологиялық уақытта ең үлкен уақыт өлшем бірлігі эра деп аталады. Ғылымда 5 эра бар: архей, протерозой, палеозой, мезозой және кайнозой. Архей эрасында қарапайым тіршілік иелері пайда болған, яғни бактериялар деген сияқты ең қарапайым тіршілік иелері болған. Архей деген протерозой эрасында қарапайым тіршілік иелері күрделенген. Палеозой эрасында қарапайым тіршілік иелерінен папоротниктер, плауындар пайда болған. Мезозой эрасында тіршілік өте бай болған, яғни жер бетінде құстар пайда болған, динозаврлардың да өмір сүрген уақыты осы мезозой эрасына сәйкес келеді. Мезозой эрасынан кейін кайнозой эрасы. Кайнозой қазір біздің өмір сүріп жатқан эрамыз. Кайнозой эрасының ерекшелігі ең соңғы дәуірі, қазір біз өмір сүріп жатқан дәуірі антропоген деп аталады. Антропоген дәуірінде осы адамдардың шығу тегі сол уақыттарға сәйкес келеді. Жердің құрылысы. Жердің құрылысы негізгі үлкен 3 бөлімнен тұрады. Бірінші жер қыртысы. Жер қыртысының 2 түрі бар: материктік және мұхиттық жер қыртысы болып бөлінеді. Жер қыртысының қалыңдығы барлық жерде бірдей бола бермейді. Орташа қалыңдығы 30-40 км болса, тауларда 70-80 км, мұхит түбінде 5-10 км-ге дейін қалыптасады. Жер қыртысынан кейін бізде мантия өтеді. Жер қыртысы мен мантияға дейінгі арақашықтық 2900 км-ді құрайды. Мантия грек тіліне аударғанда жамылғы немесе шапанша деп тұрады, яғни ядроның бетін жауып тұратын, ядроның бетін жабатын жамылғы есебінде қолданылады. Мантиядан кейін бізде ядро өтеді. Ядро өзі екіге бөлінеді: ішкі ядро және сыртқы ядро. Ғалымдардың болжамы бойынша ядромыздың, ішкі ядромыз қатты болады, темір мен никельден құралған, сыртқы ядромыз қоймалжың күйде болады. Яғни бұның барлығы пікір, нақты оны ешкім жердің астына қарай көрген жоқ. Ғалымдардың тек қана бұрғылағаны Ресейде Кола түбінде 15 км-ге дейін ғана жерді бұрғылаған. Яғни бұлардың барлығы біздің жанартаулардың атқылауынан, солардың құрамын зерттеу арқылы ғалымдардың келген пікірлері болып табылады. Бүгінгі сабағымызға байланысты қатысты бір-екі тапсырмаларды орындайық. Жер қыртысының түрлерін ата. Жер қыртысын жаңа айттық, 2 түрі бар дедік: материк, мұхиттық және материктік. Енді осы материктік және мұхиттық жер қыртыстары қандай қабаттардан құралған? Қандай қабаттардан тұралған анықтайық. Шөгінді және базальт қабаттарынан тұрады мұхиттық жер қыртысы. Материктік жер қыртысы шөгінді, гранит, базальт қабаттарынан құралған. Енді назарымызды осы тірек сызбаларға аударайық. Осы тірек сызбаға қарай отырып, мұхиттық және материктік жер қыртысының айырмашылығын анықтаңдар. Яғни қарап отқандайыңыздай, мұхиттық және материктік жер қыртысының екеуінің айырмашылығы: мұхиттық жер қыртысы аз болып келеді, тау жыныстарының қабаттары, яғни бұлардың ішінде гранит қабаты болмайды. Айырмашылығы осы гранит қабатының болмауы болып табылады.